Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз француз үлгісіндегі резинканы тоқып үйренетін боламыз. Раппорт екі қатардан тұрады. Екі жиегі. Біреуі симметрия. Мынау оң жағы, мынау теріс жағы. Жиегіндегісін біреуін іліп аламыз. Одан кейін мінекей симметрия үшін бізде теріс тоқимыз. Алдына, жіпті алдына келтіреміз да, жұмыс жібін алдына келеміз да, былай іліп аламыз. Одан кейін мына өрнекті артынан артыңғы аламыз да, тоқимыз. Жиегі біреу. Екінші қатар тоқимыз. Жиектегі ілмекті іліп аламыз. Одан кейін лицевой кетеді, оң тоқу. Одан кейін мінекей. Мына жерде жұмыс жібін алдыңызға келесіз да, артқы жіпті теріс тоқисыз. Сосын алдыңғы жіпті де шешпей тұрып тоқып аласыз. Содан кейін барып бірге шешесіз. Оң тоқисыз. Алғы жіпті аласыз тоқып. Сосын алдыңғы жіпті тоқып аласыз. Ары қарай осайынан жалғастыра бересіз. Тағы да бір рет көрсетейін. Жиектегіні іліп аламыз. Одан кейін оң тоқимыз. Артқы ілмекті тоқып аламыз. Шешпей алдыңдағы ілмекті тоқимыз. Сосын бірақ шешеміз бірге. Теріс жағын тоқимыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.